Hürmetli ustalar, profesör okutuşlar, studentçiler, bugungi açık savolimizning temasi To'g'ay kesib ağaçta yaratilgan mexanizatsiya ham mexanizatsiya qurollari atamasida açık savolimizni boshlaymiz. Rejimiz төмендегisi kirisuv To'g'ay xo'jaligida mexanizatsiyaning ahamiyati, To'g'ay kesib prosesi ham uning bosqichlari. Ikkinchi ağaç tayyorlov texnologiyalik sistemasi, mexanizatsiya darajasi ham mexanizatsiya turlari. Uchinchi kesuv ham tasvir жұмыстарында qo'llaniladigan mashina ham mexanizmlar, benzopilalar, harvesterlar, forwarderlar, traktorlar ham yukli texnikalar, arnauli tasvir qurollari. To'rtinchi mexanizatsiya vositasining afzalliklari ham kamchiliklari. Kirisuv To'g'ay xo'jalik quramali agrotexnikалық өндіріс системасы болып, керектерді жетілдіруден бастап, оларды қайта істеуге шекемге болған көптеген процестерді өз ішіне алады. Ағаш даярлау процесінде механизация дәрежесі бүткіл тармақтың нәтижелігінің 60-70%-ін құрайды. Бүгінгі күнде дүния To'g'ay xo'jaliqlarында төменгі талаптарға жауап беру керек. Жоғары өнімдері, экологиялық тұрақтылық, insan miyetini jеңілдету, өнім сапасын арттыру, процестерді салмастыру ham автоматлаштыру. Сол себепті harvester ham forwarderler, prosessorlar, skidderler сияқты машиналар глобал көлемде кең техника күшіне айланған. Тәминлейді экологиялық қадағалау күшіндегі To'g'ay ресурстарын ақылға муафиқ пайдалану мүмкіндігін жаратады. Бүгінгі күнде To'g'ay xo'jaligының mexanizatsiyalashtiruv darajasi rivojlanib жатқан мемлекеттер үшін де стратегиялық ахметке ие болып есептеледі. Кейінгісі To'g'ay kesу процесі ham олардың басқыштары. To'g'ay kesу ямасы To'g'айды құлату, ағаш материалдарын іздеп шығару үшін теректердің kesу процесі ол төмендегі басқыштарда әмелге асырылады. Бірінші, теректер таңдап белгіленеді. Екінші, kesу майдалары тазаланады. Үшінші, теректі kesу құлату. Төртінші, шақалардан тазалау. Бесінші, теректің денесін бөлу. Бесінші, жинау ham тасуға таярлау. Бұлар көпшілігі қол менетіменен орынланған болса, қазіргі уақытта заманауи техникалар жәрдемінде тез ham қауіпсіз түрде орынланбақта қолданылады. Бірінші, стартамент ұсылы ең кең тарқалған ұсыл. Әрбір терек кесілген жерден толық қайта істеледі. Олар төмендегіше кесіледі, бөлектілерге бөлінеді, таңланады. Абзалдықтары сапа қадағалау жүзде жоғары, тасу аңсат техника кіші аймақтарда да істей алады. Екінші, ұзын денелі ұсыл. Терек шақалары кесіледі, бірақ денесі 10-20 метр ұзынлықта бөлектілерде тасылады. Саралау заводта орынданады, абзалдықтары жүзде тез. Кейінгісі үшінші, бүтін терек ұсылы. Терек тамырменен жыртылады. Құтталау майдан сыртта, Канада ham Россияда кең тарқалған. Абзалдықтары өнімдері жоғары, кемшілігі техника жүзде үлкен майданды талап етеді. Бұл басқыштардың нәтижелігі қолданылатын техника ham mexanizatsiya darajasiga байланысты болады. Екінші, комплексті mexanizatsiya технологиялық процестердің барлық басқыштарын машиналар жәрдемінде әмелге асырылады. Төгу, тасу, жүклеу. Үшінші, толық автоматлаштырылған механизация. Harvesterler, forwarderler системасы арқылы бірнеше процесті бір техника орындайды. Компьютер басқаруы қолданылады. Төртінші, роботласқан системалар. Европада кең рivojlanmoqda, оператор минимал дәрежеде жасады. Kesу ham tasvir жұмыстарында қолданылатын машина ham mexanizmler. Бірінші, benzopilalar. To'g'ay xo'jaligida ең көп қолданылатын portativ mexanizm.
bu portatif degan ixcham, yengil, qulay, olib yurishga qulay degan ma'nosini bildiradi. Benzopilalarning tekrorli ko'rsatkichlari quvvatligi 2-6 kilovat, og'irligi 4-8 kilogrammgacha kelgan bo'ladi. Shinjir tezligi 20-30 metr sekund, yomg'ir sarfi soatda 0,7-1,2 litrni talab etadi. Yengillik modeli to'mendagcha, bu to'mendagi turli yengillik modellari hisoblanadi. Benzopilalarni ishlovda shinjirning keriluvi, karburetorning sazlamalari, tishlarning qayrg'aligi juda ahamiyatli bo'lib hisoblanadi. Afzalliklari: yengil, qulay, arzon, qiyin reyslarda ishlaydi. Har xil diametrdagi teraklar kesishga qulay. Kamchiliklari: operatorning fizikalik kuchini talab etadi. Tez charchov, qavsizlik talablarini amal etmasa, xavfi juda yuqori. Yuqorida ko'rsatilgan modellar bu. Ularning art kuchlari baylansin. Bu har turli firmalarning. Harvesterda turli talab bo'lakli mashinalar bo'lib, harvester bu zamonaviy to'g'ay kesuv texnikasi bo'lib, bir uskunada bir necha operatsiyalar o'rnanadi. Bu kerak tushlar qulatadi, shaharlarni tozalaydi, bo'laklarga bo'ladi. Kompyuterlar diametri ham uzunligini o'lchaydi. Afzalliklari: yumush unumdari juda yuqori, kunida 150-300 metr kub ağaç kesiladi. Benzopilalar bo'lsa 15-30 metr kub ağaç, ya'ni zamonaviy texnikalar qo'l mehnatiga qaraganda 10 esa natijali ko'rsatadi. Operator qavsizlikda ekologik ziyoni kam, texnikal imkoniyatlari 20 darslar shekemga qiyalqada ishlaydi. 60-80 cm diametrdagi teraklarni kesadi. Har bir bo'laklar kompyuter orqali tizimga olinadi. GPS sistemasida ega. Mana harvesterga aytib o'tganimizdek, bu bir necha sistemani o'zida jamlagan, bu ushlab teraklarni kesadi, ham qulatadi, belgili uzunlikda kesib tayyorlab beradi. Bundan keyingisi forwarderlar. Bu texnika harvester tarafidan tayyorlangan ağaç bo'laklarini chiynab, tasvir maydonchasidan olib chiqadi. Afzalliklari: ağaçni yerga suyib jarohatlamaydi. To'g'ay yerda ziyon az, yuk ko'taruv qobiliyati 10-20 tonna, transport xarajati azayadi. Transport xarajatini azaytadi. Harvester bilan birgalikda natijali ta'mindan hisoblanadi. Bu forwarder degan yuqorida ko'rsatgan harvesterda suv oqsab ketadi, biroq bu o'zida so'l ortidagi yuk ko'taruvchi usulan ağaçlarni yuklab, ham so'l to'mengi bazalarga ağaçlar yetkazib beradi. Ham so'l to'mengi bazalarda so'l tutunuvchi zavodlar yoki tutunuvchilarga yetkazib beradi. Keyingisi traktorlar ham yuklab texnikalari bo'lib hisoblanadi. Bu yerda skiderlar. To'g'ay xo'jaligida adavot to'g'ay traktorlari terakni suyib tazish uchun TD25 skiderlar ham to'mendagi texnikalar yumushlar olib boradi. Ularning vazifalari suyib tazish, yuklab tushiruv, maydonlar tozalab, afzalliklari qiyaloq maydonlarda da istehodi, kamchiliklari to'proqqa ko'proq ziyon yetkazadi. Bu hozir aytib o'tgan texnikalarimiz TD25, skiderlar ham bu so'l to'g'aydagi, ya'ni uzun 10-20 metr uzunlikdagi teraklarni olib chiqadi. Ular qisqachalar deganda, ham bu hammasining oldinda o'zining yo'l asuvchi so'l sürmeleri var. Bu düzeltimiz. O'zida yo'l tozalab ochib yuradi. Anavi tasvirlar. Sartament tasvirlar avtomobillar, yarim tirkamalar, to'g'ayda tasvirlar bilmasgan yuk mashinalari, Kamaz, Ural, ularga tayyorlangan ağaç qo'ymaxonaga yamasa qaytasiga zavodlarga yetkazib beradi. Bu
Ауыр шарайтта істетілген техникалар, КАМАЗ, Урал, бұлар сол тоғайдағы кесілген құрастырудың абзалдықтары һәм кемшіліктері. Бейнет өнімдерді жаңа айтқанымыздай 5-10 есеге арттырады. Қауіпсіздік дәрежесі жүзде жоғары, жұмыс сапасы жақсы, экологиялық зиян аз, уақыттан қаражат үнемдейді. Бірақ бұның кемшіліктері бар. Техника бағасы жүзде жоғары. Екінші, оңалған жаңғырту қаражаты жүзде көп. Үшінші, тәжірибелі операторлар талап етіледі. Төртінші, құрамалы рельстерде һәм әрдайым істей алмайды. Бағана айтқанымыздай 20 градустан аржаны жоғарысында ол істей алмайды. Һәм ол жерлерде бағана айтқанымыздай бензопилалармен істеу беруіміз керек. Кейін халықаралық тәжірибе. Бұл Финландия дәрежесі 95% механизацияланған арвестер һәм форвардерлер системасынан типалы модель сақталады. Канада үлкен майдалы тоғайлар үшін скидерлер кең қолданылады. Россияда har қилы климат зоналары болғанлығы үшін универсал техника қолданылады. Харвестер һәм скидерлерден қолданады. Китай болса соңғы 10 жылда тоғай техникаларын өздері істеп шығылмақта. Енгісі, техника қауіпсіздік талаптары. Тоғай кесу жұмыстарында қауіпсіздік ең ахметті факторлардан бірі пикарда талаплар. Арнаулы киім, каска, көзәйнек, қолғап, қолат ұшлы елдік. Бензопилалармен істеуде 15 метр радиуста тазалау жұмыстарын алып бару. Yine harvester һәм форвардерлерде кабинада қауіпсіздік ремень мәжбүри тағу, айланушы бөлектер жақынласпау, жануға тек суытылған двигательдерге құю. Әрбір оператор арнаулы оқудан өткен болуы шарт. Жолда 30 градус қиялықтан жоғарыда істемеу, қар yağса жауынды ауада электр системасын тексеріп көру, айрықша тоқтау түймешесін істеу әр күні тексеру. Кейін айрықша жағдайлар бойынша көмекпелерге ие болу.